Сәлем, құрметті асыл достарым. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Лаура Тілегенова. Бұл біздің сіздермен жасап отырған 6-шы медитациямыз болып табылады. Медитацияның тақырыбы жұмсаған энергияңызды қайтарып алу. Бұл медитация сіздің өткен шақтағы жұмсаған энергияңызды қайтарып алуға және сізге күш-қуат беруге көмектеседі. Сіздің осы тыңдап отырған медитацияңыз өте ерекше, өте керемет медитация болып табылады. Сонымен қатар сіздің өткен өміріңізде қандай сәттерге толы естеліктеріңіз болды, соның бәрі сіздің энергияңыз арқылы қайтарып алуға көмектеседі. Тек қана маған сіздің дайын болғаныңыз керек. Егер сіз дайын болсаңыз, мен дайынмын. Егер сізде әртүрлі дәл қазір ойлар мазалайтын болса, сізге 3 кеңес беремін. Біріншіден, сіз мұрныңыз арқылы демді алыңыз, мұрныңыз арқылы демді шығарыңыз. Бірге 3 рет жасайды, иә? Ұстап тұрасыз кішкене, демді жібересіз 3-ке дейін санап. Сол кезде сіз жасап жатқаныңызда әртүрлі ойлар мүлдем болады. Екіншіден, сіз ойларыңыздың бәрін кішірейтіп тастаңыз. Кішірейтіп қоқысқа лақтырып тастаңыз. Яғни, дәл осы сіздің жатқан бөлмеңізді есігіңіз сыртына қойыңыз. Есігіңізді тартып, құлыптан жауып қойыңыз. Тек қана бөлмеде өзіңіз болыңыз. Өз алдыңызға елестету барысында үшіншіден, дәл сіз ойлап жатырсаңыз бір нәрсені, сіз медитация істей алмай бір нәрсені ойлап жатырсаңыз, онда сізге кеңесім барлық мендегі ойларымның бәрін бір Аллаға тапсырдым деп айтыңыз. Және өзіңізге айтыңыз, мен сенің бастығым, сен мені тыңдау керексің. Екеуміз бірге дос болу керекпіз деп миыңызбен дұрыстап сөйлесіңіз. Медитацияға кіріспес бұрын сіз өте ыңғайлы, тыныштық күйінде жатыңыз. Және бұл медитацияға толық 100% сенімді болыңыз. Сіз сенімді болған кезде ғана бұл медитация шамамен 15 минуттай уақытыңызды алады. Сіз дайын болсаңыз болғаны. Еркін болыңыз, ештеңеден қорықпаңыз, жай жатыңыз, тыныштықта болыңыз, өзіңізді тым еркін сезініңіз. Сіз қолайлы жерде, ешкім мазаламайтын жерде жатыңыз. Сізге ешкім кедергі келтірмеуі тиіс. Тек қана менің сөзімді естетіп, менің айтқан сөзімді орындаңыз. Сонда ғана сіз бұрын өткен кездегі сәттілік кезіндегі энергияңыздың бәрін қайтарып аласыз. Өзіңізге 100 мыңдаған энергияны дәл қазір толтыратын боласыз. Сонда ғана сіздің энергияңыз көбейіп, сіздің өзіңіз ашық болатынына мен 100% кепілдік беремін. Сіз медитацияға дайын болсаңыз, сіз дайынсыз ба? Тоқтай, бұл медитацияны бастауға дайын болсаңыз, онда біз бастайық. Егер де ойлар келе беретін болса, мен сізге айтқан тәсілдерді міндетті түрде орындаңыз. Тек қана менің даусымды бақылаңыз. Тек қана менің даусымды естіңіз. Мен айтқан әрбір сөзімді көз алдыңызға елестетіңіз. Ыңғайлы жатыңыз, ыңғайлы отырыңыз. Сенімді болыңыз, маған сеніңіз. Онда біз сізбен медитацияны бастауға кірісейік. Дәл қазір сіз көз алдыңызға үлкен баспалдақтарды елестетіңіз. Ол баспалдақтар сіз әрбір баспалдақты көтерілгенде жоғарысында үлкен жайнаған
шуағын шашқан күн тұр. Сіз сол күнге қалай да болса жетуіңіз керек. Әрбір қадамды дәл қазір басыңыз. Қадамды басыңыз, нық басыңыз, өзіңізге сенімді болыңыз. Және өзіңіз сол кезде сіз әрбір қадамды басып келе жатырғаныңызда өзіңіздің меніңізбен сөйлесіңіз. Сіздің меніңізбен кездесіңіз. Меніңізді құшақтаңыз. Сырласыңыз. Істеп болғаннан кейін сіз әрбір қадамды басқан сайын өзіңізге нық сенімді болыңыз. Сеніңіз, қорықпаңыз, басыңыз. Кейін сіз әрбір қадамды басқан сайын күнге жақындай түсіңіз. Сіздің алдыңызда 4 баспалдақ қалды. Біріншісін аттадыңыз, екіншісінен өттіңіз. Өзіңізге өте сенімдісіз. Сіздің алдыңызда енді 2 баспалдақ қана қалды. Одан өттіңіз. Өткеннен кейін ең соңғы баспалдақ қалды. Сіздің жүрегіңіз жақсылыққа, нұрға, қуанышқа толы болып тұр. Сіз қуанып тұрсыз. Себебі сіз күнге шығайын деп тұрсыз. Күнді өз көзіңізбен көрейін деп тұрсыз. Сезініңіз, рахатты сезініңіз. Сіз күнге жақындадыңыз. Сіз қадамды бастыңыз. Сіз дәл қазір күнді көріп тұрсыз. Сіз дәл қазір күннің қасында тұрсыз. Мен сізді шын жүректен құттықтаймын. Сіздің қолыңыздан бірінші саты келді. Келесісіне өтеміз. Енді сіз дәл қазір қолыңызға қалам, немесе түрлі түсті қарандаштар, фломастер алыңыз. Алыңызда күнге өзіңіздің атыңызды үлкен әріппен жазып қойыңыз. Дәл ортасына жазыңыз. Жазыңыз, қорықпаңыз, әдемі етіп жазыңыз. Жазып болдыңыз ба? Егер жазып болсаңыз, онда әрі қарай жалғастырамыз. Егер жазып болмасаңыз, онда жазыңыз. Жарайсыз. Сізді тағы да шын жүректен құттықтаймын. Екінші сатыдан өттіңіз. Сіздің қолыңыздан шынымен де келді. Өте керемет. Жарайсыз. Тек қана алға. Дәл осы қалпыңыздан таймаңыз. Дәл қазір сіз жарқыраған, сіздің атыңызда жазылған күнді көріп тұрсыз. Қараңызшы, қандай әдемі. Күн шуағын шашып тұр, нұрын төгіп тұр. Шуақтары қандай. Күн сондай әдемі, жарық, көзге өте керемет көрінеді. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздің бір қарағанда көзіңіз тоймайтын, өте керемет күн жарқ-жарқ етіп тұр. Сіз соған қарап, өзіңізге энергия алып алыңыз. Керек энергияңызды алыңыз. Енді дәл қазір сіз күннің қасына отырып, жайғасып, өзіңіздің бұрынғы өткен өте керемет, өте сізге ұнайтын кездегі естеліктердің бәрін елестетіңізші. Сізде қандай өте керемет, мықты, сізге ұнайтын жағдайлар болды. Сол сәтті қайтып алып келетін кезіңіз болған кездегі сәттіліктерді елестетіңізші. Мейлі туған күніңіз болсын, мейлі ол әртүрлі мейрамдар болсын, тек қана көз алдыңызға елестетіңізші сол сәттіліктерді. Елестетіңіз, қорықпаңыз. Себебі елестету ол тегін. Сол арқылы біз қазір энергия аламыз. Әртүрлі ойлар келіп жатыр, жарайсыз. Өте керемет. Елестетіңіз,
Егер тағы да болатын болса, елестетіңіз. Керемет, жарайсыз. Сізге дәл қазір 5 жағдайды елестетуге болады. Сәттілікке толы 5 жағдайды елестетсеңіз жарайды. Егер де сіз елестетіп болмасаңыз, онда тоқтатып қойыңыз да елестетіп алыңыз. Елестетіп алғаннан кейін жалғастырыңыз. Ал егер елестетіп болсаңыз, онда біз жалғастырайық. Жарайсыз. Сіз бәрін елестеттіңіз. Сіз 3-ші қадамнан өттіңіз. Мен сізбен қуаныштымын. Сізге алғысым шексіз. Сізді мен шын жүректен құрметтеймін. Енді сіз сол сәттіліктерді күннің қасында отыру арқылы, сол күн сізге телевизор сияқты болып, күн арқылы соларды көріп шығыңызшы. Бір көзбен көріп шығыңыз. Қолыңызда сіздің магнит пайда болды. Оны сізге күннің шуағы берді. Сол магнитті сіз күнге жібердіңіз. Күнге лақтырып жіберіңіз. Лақтырып жібергеннен кейін күн барлық жақсылыққа толы осы сіздің айтқан сәттіліктеріңізді өзіне қарата тартып жатыр. Сол сәттіліктегі энергияңыздың бәрін тартып жатыр. Бүге-шүгесіне дейін тартып жатыр. Тартып жатыр. Загрузка сияқты болып жатыр. Ол 100%-ға толу керек. Бізде дәл қазір 26%-ға толды. 38, 42, 49%, 56, 67, 86, 92, 98 және 100. Жарайсыз, сіздің тағы да қолыңыздан келді. Мен сізді шын жүректен тағы да құттықтаймын. Біз 4-ші сатыдан өттік. Енді күн барлық энергияны тартып алды. Барлық сіздің сәттілікке толы естеліктеріңіздің бәрін күн толтырып, бәрін өзіне сіңіріп алды. Енді сіз күннің қасында отырсыз. Егер сіз қолыңыздың саусағыңыз арқылы күнді сәл түртіп қалсаңыз, ол шарлайын деп әсер тұр. Сондықтан сіз қасына барыңыз, күнді басыңыздан жоғары қарай сәл жоғары ұстаңыз. Егер ұстасаңыз, кішкене сіз төмен тұрыңыз. Төмен тұрғаннан кейін барып, сіз қолыңыз арқылы сол күнді түртіп қалыңыз. Түртіп қалдыңыз ба? Ол жарылды. Барлық жарқыраған алтын түстес энергияның бәрі жарылып, сіздің басыңыз арқылы бәрі құйылуда. Қандай рахат. Барлық энергия құйылуда. Күн сіздің дәл жоғарыңызда сізге энергияны құюда. Бұрынғы өткен сәттілікке толы энергияларыңыздың бәрін құйылуда. Бәрі құйылуда. Құйылып жатыр. Сіз жарқырап жатырсыз. Сіздің жүрегіңіз керемет сезімде. Сізде ешқандай қорқыныш жоқ, себебі сіздің энергияңыз асып тасып жатыр. Жарайсыз, өте керемет. Күн 86%-ға сізді энергияны толтырды. Енді сәл күтіп, энергияны толыққанды күннен алып алыңыз. Жарайсыз, біз болдық, күнді энергиядан алдық. Сізді шын жүректен құттықтаймын. Күнді құшақтаңыз, күнге алғыс айтыңыз, күнге рахмет айтыңыз. Себебі күн сізге көмектесті. Осы барлық әрекеттегі сол бұлттарға қасында тұрған Аллаға рахмет айтыңыз. Аллаға алғысыңызды айтыңыз. Себебі сізді дәл қазір осы медитацияны тыңдатып отырған үшін, сізге энергия құйып отырған үшін,
Сізге көңіл бөліп отырған үшін Аллаға алғыс айтыңыз. Себебі сіз көптің ішіндегі менің медитациямды тыңдап отырған жалғыз адамсыз. Алғысыңызды айттыңыз ба? Рахмет айттыңыз ба? Жарайсыз. Өте керемет. Дәл сіздің менің медитациямды тыңдап отырғаныңызға мен алғысым шексіз. Енді біз артқа қарай жүруіміз керек. Манағы баспалдақты 10 рет төменге басып, көзіңіз арқылы елестетіп, төменге қарай түсіңіз. Қорықпаңыз. Сіз төменге түскеннен енді ештеңе болмайды. Себебі сіздің энергияңыз толық төменге. Қорықпай, нық, сенімді түрде басыңыз. Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам, төртінші қадам, бесінші қадам, алтыншы қадам, жетінші қадам, сегізінші қадам, 9 және 10-шы қадам. Жарайсыз. Сіз жердің бетіне түстіңіз. Сіз жоғарыдан, күннің қасынан, сіз жерде, көк шөпте, сіз дәл қазір тұрсыз. Аяқ басып тұр. Сіздің энергияңыз асып жатыр, толып жатыр. Сіз қайда жұмсарыңызды білмей жатырсыз. Өте керемет. Өте жарайсыз. Енді дәл қазір сіз осы энергияңызды дұрыс пайдаланыңыз. Қуаныңыз, шаттаныңыз. Өмір өте керемет, өмір сәттілікке толы. Өмірде армандардың бәрі орындалады, егер мақсатың айқын болса. Қорықпаңыз, армандаңыз. Барлығы орындалады. Енді сіз дәл қазір шүкір айтыңыз. Неге? Себебі дене мүшеңіздің барына, қол аяғыңыздың сауына сөйлеп тұрасыз, естисіз, көресіз, жүресіз, тамақ ішесіз. Осының бәрі сізде бар, 12 мүшеңіздің бәрі сау, аман. Сіз алғыс айтыңыз. Қорықпай, сенімді түрде алғыс айтыңыз. Шүкір айтыңыз, рахмет айтыңыз. Өзіңіздің меніңізбен тағы да бір рет жолығыңызшы. Өзіңіздің меніңіз сізге өте қатты қуанып тұр. Себебі сіздің осының өткеніңізді, сіздің қолыңыздан келгенге меніңіз өте қуанып тұр. Себебі бұл расымен де ауыр медитацияны сіз жеңіл өттіңіз. Өте жеңіл өттіңіз. Жарайсыз демекпін. Мен қуаныштымын. Рахмет сізге. Мені тыңдап отырғаныңызға рахмет. Енді дәл қазір меніңізбен қол ұстасып, көзіңізді ашуға бекінеміз. Мен 3-ке дейін санағанда, сіз көзіңізді ашасыз. 1, 2, 3. Жарайсыз. Сіз көзіңізді аштыңыз, осыған алғысыңызды айтыңыз. Сіз өзіңізді құшақтаңыз, қатты қысып құшақтаңызшы. Өзіңізге рахмет айтыңыз. Өзіңізге алғыс айтыңыз. Өзіңізді тағы да бір рет құшақтаңыз. Қуаныңыз, күлімдеңіз, жымиыңыз. Себебі өмір деген ол керемет. Өмір деген ол тек қана бір рет берілетін мүмкіндік. Екінші рет берілмейді. Соны ұмытпайық. Барлық жағдайға, барлық адамға рахметімізді айтайық. Өкпе наз болса, кешірейік, достасайық, әрмен қарай сөйлесіп кетейік. Егер сіз қателік жасасаңыз, шын жүректен кешірім сұраңыз. Өмірде қателеспейтін адам болмайды. Тек қана алға қарай жүріңіз, айнаға қарап күлімдеңіз, жымиыңыз. Өмір деген керемет. Мен сізді шын жүректен тағы да бір рет құттықтаймын. Сіз үлкен нәтижеге, жетістікке жеттіңіз. Себебі сіз бұл медитацияны толық орындай алдыңыз. Жарайсыз. Тек қана алға. Армандарыңыз орындалады, сеніңіз сенімді болыңыз. Мен сізге сенем. Кешірім сұрайым. 15 минуттан көп уақытыңызды алдым. Ровно 20 минутыңызды алдым. Тағы да кешірім сұрайым.
Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Құрметпен бірге, игі тілекпен, Лаура Тілегенова.